Сәлем балалар, менің атым Айжан. Оқып үйренейік. Бұл біздің 3-ші сабақ. Біз сендермен екі әріптен құралған буындарды оқып үйренеміз. Ал бастайық. Зе, зе. Ал. Су, су. Өн. Ға. Тә. Рә. Іл. Жö. Ме. Қо. Шә. Ти. Ав. Хо. Ыз. Б. Лу. Тағы да бәрін бір қайталап шығайық. Зе. Ал. Су. Өн. Ға. Тә. Рә. Іл. Жö. Ме. Қо. Шә. Ти. Ав. Хо. Ыз. Б. Лу. Шаршамасаңдар, жалғастырайық. Келесі, бұл балалар сөздер емес, бұл екі әріптен тұратын буындар. Келесі. Бö. Ш. На. Д. Яқ. Мо. Ра. Зу. Пи. Ту. Са. Мә. Ары қарай кішкене қалды. Үй. Қа. Ш. Н. Ва. Сә. Тағы бір қайталап оқып шығайық. Бö. Ш. На. Д. Яқ. Мо. Ра. Зу. Пи. Ту. Са. Мә. Үй. Қа. Ш. Н. Ва. Сә. Ал енді қандай сөздер білесіңдер осы буындардан? Мысалға, таяқ. Мұрын. Қалам. Келші. Немесе әнші. Тура. Санау. Осындай қысқа буындар екі әріптен тұратын. Балалар, біздің сабақтарды әрқашанда қарап жүріңдер. Бізбен бірге сендер тез оқып үйреніп кетесіңдер. Қазір біз сендермен екі әріптен тұратын буындарды оқып жүрміз. Кейін 3 әріптен тұратын буындарды да оқып үйренеміз. Біздің сабақтарды үзбей қарап жүріңдер. Біздің Айжан Леди YouTube каналымызға жазылып,
лайк қойсаңыздар болады. Осы видеомен достарыңызбен бөлісіңіздер. Сау болыңдар. Келесі кездескенше.